Assalomu alaykum do'stlar, qaldingiz qalay? Bugun men tovuqlarga kelib o'tirim. Suv jemderiga. Atrofda dala zil janib turadi bitti. Men ham 40 tovuq qolmas turgan tovuqim, men qara tovuq. Ikkinchisi yursiz. Tumay jur ularda do'stlar. Men tovuqlarimda bugunga gazimni. Oldinda yumurtalarda jinoatgan. Bugun qancha tug'ib deb bar qo'yan qarasam, hech qanday yo'da dim nizoqdek o'sha yerga bir yumurta tug'an bugundikka. Oshum so'y. News'un olay tug'ib жатыр. Derski jimlerini berib жатыр. Мынандай ең керемет жемдердің бірі. Сосын міне мындай. Мен осындай беріп жатырмын қазіргі сәтте. Қос жемдеріне. Жұмыртқасын жақсартады, туғызуын барлық аплод бәрін жақсартады дейді енді. Білмеймін. Неге аз туып қалды? Соны айтып кетсеңіздер. Или қазір барлығында сондай аз туатын кез бе? Білмеймін, өзіме бірінші рет бұндай. Жемін жақсы беріп. Қазір мен жемді қалай беретін бәрін сіздерге көрсететін боламын. Не берем вообще тауықтарыма? Қаздарға да құтсек. Бәрі артынан еріп. Жемдерін деген. Нары. Қаздар бүгін қарап кетейік. О, қаздар жақсы туып бәрі негізі олар. Көзден сақтасын. Мінесі күрікке алмастыр олмай осында. Негізі менің тауықтарым жақсы, просто әділет деген бала жалынып солай алмастырып алдық. Негізі мен алмастырғым келген жоқ. Бірақ жақсы бұйырғаны болар енді. Қазір жемін араластып мынаны саламын. Қазір мынаған бір 4 килодай салатын боламын. 4 килоның шамасында салдық. Несушка жемін. Килосы 170 па, сондай 160-170. Ал енді осындай жылтоқ деген нені кім беріп көрді өз тауықтарына? Маған айтып кетсеңіздер, натуральный средства для отмены качества и высокие яйценоски птицы дейді. Артында үшін барлық жазылып тұр. Яйца становятся вкуснее и полезнее для нашего питания дейді. Желток значение увеличить яйценоски кур и птицы дейді. Достар, осыны бергеніме бір 2-3 күндей болды. Мен шамамен осылай. Мен шандай қара, осы көп тұрды. Міне достар. Қазір осылай араластырамыз. Осылай бір күнде 4 килоның шамасына беріп. Алына бізде сұйықмайдың қалды қандай бір. Неден алғанбыз атығалы еді. Қақ қойған ғой. Неден атығалы еді. Әмін қалыпты. Осың бір жерде атқылдық. Бір әйтеу бір тамақ пісіретін ба, пряник пісіретін жерлерде. Пісіретін кухарныйдан ба, сондайдан алдық үшін май. Кәдім біздің подсолнечный май ғой. Орысшалап айтқанда. Қазір жоқ қойық. Ал мен қаздарға бөлек беремін. Қаздарға досын нешүрк сосын, нан сосын. Қазір көрсететін болам.
Bir qaz жүргін. Араластырып жіберейік. Май не үшін берем? Тауық жақсы қуу үшін енді семіріп дейла. Менде 30 тауық енді 5 атеш. Мен 3 күн бұрын атештерім сатып жүрген болатын. Енді 5 атеш қалды. Атештерім. Қырмандар. Қараңыздар. Қазір беретін болам. Бәрі күтіп жүр ал. Беретін кезек келді. Береміз. Ертеңде видео түсіретін болам. Осы жемнің арқасына туды ма, тумады ма айтатын болам сіздерге. Тумаса, не үшін жазып кетіңіздер. Ал жақсы туу үшін тағы не істеу керек? Күнде далаға жүреді уже. Или бір жерге туып кетіп жүрмекен. Менде сондай кез болды. Күнде қарайын бір тек 5-6 жұмыртқа туып жүреді. Сосын бір жерді қарақ басын сояққа туып тастаған көптеген жұмыртқаларды. Сондай оқиғалар өткен. Бірақ барлық жерді қарап жүрмін, жұмыртқалар жоқ. Тек сол ұяларында. Даланы да қарадым, барлық қораның барлығын қарадым. Бірақ сонда да бір жерге туы мүмкін енді мен білмейтін жерлерге. Толтырып беріп жатыр, аямай. Бүгін сабақтан келіп, тек қазір келіп жатырмын ғой. Мен сабақтан келіп ұйықтап соны жүрдім. Қазір кешкі сағат 7 жақын. 7 oldu. Ayamay verdim endi. Ертең біратала кешке келем ғой енді. Сабақ дегендей. Осы қазір бар қайын. Бірақ бұл әлі соңы емес. Қаздарға нандарын беріп жейміз. Қазір береміз. Anamdan beğendim. Şunu dostlar. Bittene bir kat tutmanım. Biraz kazlar kamayımız var. Мен сосын достар, кешеден бастап мен шөп қоса бастадым болатын рационына. Жақсы туады деген ойдамын енді сол. Шөп, далаға шығудың арқасында тас бас, витаминдерін жейді дегендей. Ертең де видео түсіретін болам, қанша жұмыртқа туғанын. Sıkı gezdirgen жақсы.
беретін боламыз. Достар, міне шөп үшін. Қазір берейін. Шөп ондай көп емес, енді тауықтарға да беру керекпін. Міне қазір беретін боламыз. Кәдімгі шөп қоймай, достар, қараңыздар. Әлі ондай көп шыққан жоқ әрине де. Кәм, 1 шелек, 3 шелек деп беретін. Вот шелектің жартысы сондай кішкене olsun. Жоқтан жақсы, не дегенмен. В общем, рационынан осылай өзгерттім. Жақсы туады деген ойдам енді. Өте жақсы туса екен. Сіздерде тауықтарыңыз аз туып отыр ма, көп туып отыр ма? Қанша жұмыртқа туып отыр дегендей ғой. Кеше қамағанда сеткіге қамап кетіп едім. Енді бүгін осылай қораларына қамап кетемін. Мынаны ертең бұйырса бұзатын боламыз, кең болсын деп. Айтпесе ау тарғылаттау үшін. Сіздер тауықтарыңа шөп беріп бастадыңыздар ма? Айтып кетсеңіздер. Достар, осылай бір күнде бір жұмыртқа өте аз деп ойлаймын. Үшін солай онда. Тауықтарымызды қамап кетейік қазір. Үшін достар, егер видео ұнаса лайк басып қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған мен Маруф. Қош сау болыңыздар.